Құрметті мына біздің Ырғыз ауданына тікелей басшылық беруші орындарға, Ақтөбе облысы әкімі Шақаров мырзаға және тағы басқа лауазымды орындарға, Ырғыз ауданы Қызылжар селолық округі Шеңбертал ауылының тұрғыны 80 жастағы президент жарлығына үн қосушы Таза Қазақстанды көгалдандыру ісіменен бастама бастаушылардың бірі Ізашұлы Аманғос деген ақсақалмын. Біз осы көгалдандырумен бірге ауылдың жан-жағында мусорды теру бізге міндеттелінген. Сол мусорды бір тергенде біз 12-13 қапшық мусор тереміз. Бүкіл территория ауылдың айналасы бәріне. Сол мусорды біз енді апарып төгетін жеріміз жоқ, қашық. 6-7 километр жерде, оған баруға мүмкіндігіміз жоқ. Жер қатты жерді қазып көміруге әйел адамдар тілі қолдан келмейді, күрекпен жер қазуға. Сондықтан мен мына ауданның әкімі, селоның әкімі Аслан Жәнібекұлы менен ұлынан және сонымен бірге аудандық әкімнің орынбасары Нұрберген Бекеев мырзадан көлік сұрадық. Егер көлік жоқ, мүмкіндігі жоқ болса, бізге бір 200 селярка бер. Сол кетіп баратқан тракторлерге, терештерге құйып, селяркасын құйып, апарып басқа өтінсек, бізге 120 литр, 200 литр селярка бір жылға жетеді деп. Ол Бекеев мырза, сіздің мусорды теруіңіз, бәрі сіздің өзің міндетіңіз. Мен оған жауап бермеймін. Қалай апарсаң, олай апар. Менің шаруам жоқ, моя дело маленький деп. Бұл сонда қалай әкімнің орынбасары болып отыр? Мемлекеттік қызметкердің этикасын білмейді. Бір ешші отырған орында сақал мұрт, белде өскен, бейне бір көшенің адамдары сияқты. Бұған Ырғыз ауданының әкімдігіне кім рекомендация беріп, кім алып отқан? Әлде мұның көкесі кім екен? Көкесі бар ма? Осылай сұрай бере ме? Міне жатырмыз қазір. Қазір осы жерде қарап отсаң, ауылдың сыртында 30-40 қапшық тұр. Қапшықтар күнге іріп жатыр. Мусорлар шашылып жатыр. Оған жауап беретін ешкім жоқ. Бірақ ауылдың тазалығы дейміз. Сонда тазалықты осы 80-дегі шал арқалап тасу керек. Ол Бекеев мырза іште отыру керек па? Бұлай қарағанда этикаға да келмейді. Сөйлеген сөзі отырған отырықтарының барлығы. Бір эгоист, тәкаппар, ешкімді менсінбейтін сондай адам. Сондықтан осының бір мәселесін қарап, мәселесін шешіп беруді сұраймын. Бұл лайық па мынандай қызметке? Әлде болмаса көкесінің болғасын қатты талап етеме сондайды. Сондай отырып, солай үлкендерге солай жүйеді. Бұл үлкендермен қалай обращение жасайды, жұмысшыларымен, қызметкерлерімен қалай обращение жасайды. Өткен қыста ЖКХ-ның бастығы болды, әкімнің орынбасары, құрылыс жөніндегі орынбасары. Сол уақытта жол ашу туралы өтініш жасағанымызда біз Шеңбертал, Жаныспи елді мекендері біздің есебімізде жоқ. Біз жол ашу алмаймыз деді. Сонда ол екі ауылда 1600-ге жоқ тұрғын бар. Мектебінде оқитын балалар бар. Мектепте садик, 2 садик. Онда да оқиды. Оқитын тәрбиелетін балалар бар. Сонда олар ауырып қалса, сырқап қалса, 2 қабат әйелдер болса, болып отады. Сонда олар тағы да өле беру керек па? Оның ойынша. Бұл мен түсінбейтін жағдай. Біз ауданның тұрғын халқына ешқандай жаны ашымайды, әрі тек қана өзінің лауазым столды күзетіп отырған азамат па деп есептеп қалдым мен. Өткенде бір адамның, бір жігіттің омыртқасы сынып жатты, бір әйелдің қан кетіп жатты, аварийный ситуация үлкен, экстраны жол жоқ, сондағы айтқан сөз, мен шаруам жоқ онда, біздің планымызда жоқ, біздің есебімізде жоқ деп. Содан МЧС-тің үлкен ведущий машинасы келді, соны скорый далада батып қалып, оны трактормен сүйретіп алдық, ел болып, жабылып. Сондай жағдайға неге алып барады халықты? Сондықтан
мынандай адамның бізге әкім болғанның қызығы орынды босатып, сол бос тұрған жақсау деп есептеймін. Әкім Шақаров мырза, осыған бірден бір қарап, осының жауабын берсеңіз. Құрметпен сіздің тыңдағаныңызға рахмет. Зейнеткер, ұстаз Аманғос Ызашев Аманғос деген азаматпын. Шеңберталдан.